Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігі инженерлік саперлік бөлімшелердің оқ-дәрілердің фрагменттерін жинау бойынша жұмыстар барысында әскери арсеналға іргелес аумақта оқ-дәрі жарылып, нәтижесінде өрт шықты. Өрт ошағы әскери өрт сөндірушілер күшімен сөндірілді. Жапа шеккендер жоқ. Бұл туралы Арыс қаласында өткен брифингте Қазақстан Республикасы қорғаныс министрінің орынбасары Бақыт Құрманбаев айтып өтті. Сондай-ақ Бақыт Жанұзағұлы жергілікті тұрғындарды алаңдамауға шақырды. Түркістан облыстық төтенше жағдайлар департаментінің бастығы Нұрғали Жүнісов қаладағы төтенше жағдайдың тұрақты екенін айтты. Облыстық аурухананың бас дәрігері Марат Пашимов болса, 17 аумаққа бөлінген Арыс қаласында жедел жәрдем қызметі жүйелі жұмыс жасап жатқандығын жеткізді. Брифинг барысында мамандар көшелерден, үйлерден оқ-дәрі қалдықтары табылған жағдайда қолмен ұстауға болмайтындығын ескертіп, бірден 102 немесе 119 нөміріне хабарласу қажеттігін айтты. Местным жителям ничего не угрожает. Напоминаем о запрете и приближении к арсеналу до завершения работ, проводимых инженерно-саперными подразделениями. Ол боеприпастар, кейбір боеприпастар көтеруге болмайды. Жылжытуға болмайды. Олардың үстінен біз қалпақ кигіземіз и одан кейін жарамыз оны өзіміз. Ол разлет осколкалар ұшпайды, бірақ дауысы естіледі.